Что читали крымские ханы? Например, поэму «Гулистан» выдающегося персидского поэта Саади. В Бахчисарайском музее Исмаила Гаспринского впервые представили уникальные книги из библиотек Гираев. Ең ескі китапны алсақ, ол та Менгли Гирай ханға айт китап, анда оның муры бар, ве язысы да бар. Менгли Гирай хан бин Хаджи Гирай хан деген, более вакф еткен, хан сарайының китапханесіне вакф еткен китабы бар. Бұл зынжырлы медресеге бағышланған китапны алсақ, бағыш еткен адам зынжырлы медресенің 190 yıllығына бағышлаған екен. Демек ки 17-ci асырның орталары олып келе, ве емде шу китапның үстінде, яғни арқа сайфесінде 10 kuruş деп yazılған. Яғни фиятлары да о қадар іште ucuz дегіледі китапларының. Представленные книги посвящены разным темам и сферам жизни: исламское право, философия, экономические отношения, управление имуществом. Все они хранятся в фондах Бахчисарайского музея. Тибетке бағышланған китапларны бұл чешет түрлі рецептлер. Sıcak шыққанда тіш ағрысына, баш ағрысына, құлақ ағрысына, көз ағрысына. Тибет китапы аман-аман қырым-татар тілінде yazılған, араб уруфатында. На страницах представленных книг сохранились печати крымских ханов. Стоит отметить и оформление книг. Бір сүрі бұл yazıcılar, katipler çalışа еді, хаттатлар, ve оларны бұл китапларны yazып, бірқач копиясыны yapıp, işte son олар аңашылғанына көре сатыла еді. Ve böyle bir fikir бар, яқшы хатны білген зынжырлы медреседегі талебелер бұл ішінен де оғраша екендер. Китапны жылтларыны айтсақ, çoğusu китаплар теріден yapılған ve böyle дүлбер шекілде тиснениясы да yapılған. На выставке также представлены каламдан, пенал для пера и керамическая чернильница, найденная при раскопках в Зынжырлы медресе.